Я әрине бақылаудамын. Оны сезіп тұрамын. 2012 жылы 19 сәуір күні маған покушение болды, шабуыл. Оқ қай жеріңізге тиіп еді? Басыма, қолыма. Қайдағы төлеу? Мен акиматтан мені әкімнің орынбасары Тарасенко Елена Ивановна жіберіп тұр. Соған тегін газет беріңіз. Берген иск соттардың ең үлкені болды. 70 миллион ущерб болар сұрады соттан, талап етті. Редакция төледіңіздер ме ол ақшаны? Жоқ, төлеген жоқпыз. Әріптестеріміздің арамызда да бірнеше әріптесіміз уже түрмеде отыр, ол жаңағы Думан Мұхаммед-Карим. Енді кішкене еркіндік қалған жер, ол жаңағы интернет, YouTube, газеттердің бас редакторлары бар. Ресейдің соғысын қолдайтын жаңағы. Ертең, Құдай сақтасын, бізге сонда қауіп төнсе, мына кісілер кім болады сонда? Канал Ирбистің жаңағы ғимараттың үстіндегі антеннадан студияға баратын кабельді снайперский винтовкамен атып үзіп тастады. Республика деген газеттің есігіне үлген иттің басын іліп қойып, әзірше мен шала қазақпын. Қанша жыл болды қазақша үйреніп жүргеніңізге? 3 жыл болды. Сәлем достар, бұл не болды YouTube алаңы. Бізде бүгін сұхбатта біздің әріптесіміз, журналистиканың белді өкілдерінің бірі Лұқпан Ахмедияров ағам келіп отыр. Лұқпан аға, қош келдіңіз. Рахмет. Енді сіз бұрын оралдық жергілікті журналистердің бірі болғансыз, иә? Қазір сіздер Астанаға келдіңіздер. Үйренісіп қалдыңыз ба, және Астанаға келудегі мақсатыңыз не? Бірінші мақсатымыз ол жаңағы Орал енді кішкентай шағын қала ғой. Шағын қалада қалай өз-өзіңді тәуелсіздік журналист деп айта берсең де, бәрібір өңір сүргесін сол қалада міндетті түрде бір андай қарым-қатынастылық пайда болады, иә. Акиматта жұмыс істейді кісілермен. Танысың көп дейсіз. Танысыңыз көп. Не то, ол жемқорлық емес, бірақ андай бірнеше рет сондай жағдай болды, иә. Кесірім тимесін дейсіз ғой, иә? Иә, кесірім тимесін деп сондай уже сезім болады да, содан уже кішкене сескенесің бе бір тақырыптардан, әлде кейбір тақырып жазғанда уже күтесің, ертең мақала шығады, бейне шығады, міндетті түрде жаңағы ана досым, жақсы танысым маған звондап айтады, Лұқпан, қойшайшы, анау-мынау деп. Ол бірінші жаңағы себеп. Екінші себеп, біз қазір мына YouTube каналда ашып просто журналистика, соған директ фильм түсіріп жатырмыз ғой. А директ фильм түсіргенде логистика жағынан қала, Орал қаласы өте ыңғайсыз қала. Шығу қиын, келу қиын, самолеттер кейде ұшпай қалады, пойыз енді тальганы жана шығарайын деп жатыр біздің қалаға. Астанадан көп жеңіл, көп ыңғайлы жаңағы басқа қалаларға баруға. Осы Астанаға келгелі 2 ай болды ғой келгенімізге. 2 айдың ішінде өзім жетті, жаңағы басқа аймақтарға барайын десең, пожалуйста, жол сайрап тұр, самолет бар ма, пожалуйста, самолетқа отырып ұша бересің, пойызбен бара бересің, машинамен барайын десең деп жолдар бар. Сондықтан сол екінші жаңағы себеп. Сол екі себеппен жаңағы келдім. Сосын редакциямен келдіңіздер ме? Иә, бүкіл командамыз келдік. Рауль Поров әріптесім, Еркебұлан Ғапуов, біздің оператор, монтажер, сол 3 кісіміз. Ортақ шешімдеріңіз болды, иә? Иә. Бірге кетсек деген. Енді Астана қандай екен сіздің көзқарасыңызбен? Бұған дейін келіп кетіп жүрдіңіз, қазір енді іштей сезе бастадыңыз. Жұмыстарыңызға мүмкіндік бар ма, әлде кедергі көп пе екен? Мүмкіндік көп. Астанадан жаңағы айтқандай қайда барайын десең де жол ашық, аймақтарға іс-сапармен баруға өте жеңіл. Өзінің қиыншылықтары бар. Қасымдағы Еркебұлан Ғапуов, біздің оператор айтады, таңғалғаны. Мына Астана полицияның қаласы сияқты дейді. Қайда барсам да полиция, қайда бір камераны шығарып түсірейін десең, жетіп келеді полиция. Кімсіз, неге түсіріп жатсыз? Оралда ондай болған жоқ. Сосын Оралда біздерде енді оны жасыратын жоқ. Біздер камерамен түсіріп, бір полиция жақындаса, олар енді көбінесе мені таниды. Менен кішкене сескенеді, бізге жақындауға қорқады, шынын айтса. А мында Астанада ешкім танымайды ғой мені. Сондықтан полиция келіп, жаңағы мазамызды ала береді. Сол байқағанымыз. Ал енді үйренбеген, адам баласы бәріне үйренеді ғой енді. Бізді қорқытты, ой, мында жаңағы салқын, білмеймін, ауа райы Оралдықтан айырмашылығы шамалы.
тап сондай. ауа райы дәл сондай енді. Иә. Қақтары қымбат деді. Иә, кейбір заттар қымбат, кейбір заттар арзандау. Білмеймін енді, көрерміз. Жана үйреніп жатырмыз. Мен жүргізуші ретінде, водитель ретінде айтайын, Астанаға әрине үйрену ол жағынан қиын. Өйткені Оралмен салыстырғанда көлік көп. Көлік көп, сосын Оралда өмір бойы өмір сүргесін, Қуыс тесігіне дейін білесің. Қуыс тесігіне дейін білесің. Машинаны айдап баратқанда ана дорожный знак, бағдаршамға уже назар аудармайсың, сен білесің, қазір мына жерде бұрыламын, мына жерде мынандай бағдаршам бар, мына жерде мынандай жол белгісі бар, мынандай разметкасы бар. Автомат ретінде уже жүргізесің ғой машинаны. А мында Астанада келе жатқанда әрине қарайсың, жол белгісі, ана ряд қазір мына жаққа бұрылады екен, мына рядқа не жүру керек дегендей, соның бәрін байқап жүру керек. Сол. Отбасыңызбен келдіңіз? Иә, жолдасым, кіші қызым, Рания, үлкен қызымыз қазір Чехияда оқып жатыр. Бірақ ол да келіп кетті осы августта, мына қыркүйектің алдында. Бізбен 2 жұмадай болып кетті. Әйеліңіз дұрыс шешім деді ме? Әйелім қолдады. Ол ең басынан маған айтты, біз Астанаға жана көшіп жатырмыз, ол баяғыдан бері көшу керек еді. Өйткені ана ретінде ол ойлайтын балаларға ыңғайлы деп тұр ғой. Балалардың болашағы ашылсын, кішкене мүмкіндіктері көбірек деп сондай ой. Сондықтан жолдасым маған айтады, Лұқпан, оны баяғыдан көшу керек еді, Оралда отырмайды. Енді сіз біз үлгі тұтқан тәуелсіз журналистердің біреусіз ғой. Мен жеке өзім айтып жатсам. Жалпы мен КТК-да 31-де істеген кезде, соңғы салыстырмалы түрде тәуелсіздікті сезінетінмін. Қазір мен мемлекеттік арналарда, қазір телевидениеде істемеймін. Енді біздің өзіміздің еркіндігіміз өзімізбен. Бірақ сіз енді үлкен ауқымды тақырыптарды жасап жүргеннен кейін, резонанс туғызатын тақырыптарды, мысалы, соғысқа қатысты болсын, тәуелсіз журналист болу қаншалықты қиын екен өзінің? Өмірде қандай жолды таңдасаң да, өз жолдың қиыншылығы бар. Әр жолдың өзінің несі бар, қалай деп айтайын. Выгоды деп айтады ғой, яғни пайдасы да. Пайдасы деп айтайын ба, әлде қадірі деп айтайын ба, солай. Әрбір жолдың өзінің қадір деп айтуға дұрыс болар. Өйткені мемлекетке жұмыс істегендер әріптесіміз бар ғой, әріптестеріміз. Хабарда жұмыс істейді. Қазақстан бірде, әрине олар андай күрделі тақырыптарды мүмкін көтермейтін болар, тек қана тапсырыспен сюжеттерін түсіретін болар. Редакцияның саясаты ғой. Редакцияның саясатына байланысты. Бірақ олардың өзінің көріп жатқан пайдасы бар. Үйлерді беріп жатыр оларға, пәтерлерді, жолақ мол, социальный пакеттері бар. Тәуелсіздік журналисттің жолы қиын, бірақ оның да өзінің несі бар, пайдасы деп айтайын, плюстары бар. Біріншіден, Оралда жұмыс істегенде, осы 23 жыл бойы тәуелсіздік журналистикаде жұмыс істедім ғой. Өзім таңдаған тақырыпты жаздым. Ол тақырыптарды таңдағанда ең бірінші критерий болсын, белгісі. Ол осы Орал өңірінде мен жазған тақырыптан, статьядан бір өзгеріс болады ма, болмайды ма? Сондай критерием болды. Сондықтан кейбір статьяларымды газетте шыққан статьяларымызды алсақ, кейбір статьяларымыздан ешқандай өзгеріс болған жоқ, кейбір статьялардан көбінесе көп пайда болды, өзгерістер пайда болды. Сондықтан атағым шықты, жергілікті халық таниды мені, сыйлайды мені журналист ретінде. Қазір енді мына Астанаға келіп тұрмын, Астананың ішінде де кейде көшеде, супермаркетте, әлде бір жақта кетіп бара жатсам, кейбір кісілер таниды мені, тоқтатады. Сен Лұқпансың ғой, журналистсің ғой. Ол оған себепші не болды? Сол менің жұмысым. Тәуелсіздік журналист ретінде қоғамдық назар аударатындай, сондай қоғамға қызық болатындай тақырыптарды қозғадым. Сондықтан қоғам әрине қоғамның ішінде бір репутация, авторитет бір
иә қалыптасты. Сондықтан айтып тұрмын, қандай жолды таңдасақ та әр жолдың өзінің несі бар, қиыншылығы бар, өз жолдың плюстары минустары бар. Сұрап отқан себебім, сіз бәлкім мана 3 әріп дейміз ғой енді біз, соның бақылауындасыз ба, өзіңіз қалай ойлайсыз? Әрине бақылаудамын, оны сезіп тұрамын, көріп тұрамын. Телефоныңыз тыңдамда болуы мүмкін, Әрине. Бірақ телефон енді кейбір кісілер маған айтады ғой, Лұқпан, саған звондайын десек, жаңағы мүмкін сен телефон прослушкаде. Мен айтамын, әрине прослушкаде. Бірақ оның қорқатын несі бар. Біз не бір жасыратын ондай заң бұзушылыққа бара жатқан жоқпыз. Қылмыс істеуге адам емеспіз. Біздің талқылатқан тақырыбымыз мына қоғам тақырыптары ғой, енді сондықтан оны қорқатын несі бар. Тыңдасын, оларды мүмкін сауаты ашылар. Енді қазір біздің қоғамда білесіз ғой, журналистикаға мейлінше қысым жасалып жатыр. Қазір заң өзгерді. Қазір сен бір арнайы бір мекемелерге барсаң, бір брифингтерге барсаң, сен артық сұрақ қоя алмайсың, сол тақырыптың шеңберінде ғана. Бұрын қалай еді? Бұрын біз шығамызда үкіметке министрлердің артынан қуып, ұстап жүріп, қалаған сұрағын қоясың. Қазір егер сен сондай сұрақ қоятын болсаң, сен қара тізімге кіресің, кірмейсің сен үкіметке де, парламентке де болсын. Парламентке әлі бір сондай шектеу қоя қойған жоқ, бірақ үкіметтен басталды. Бұның бәрі неге әкелуі мүмкін? Қалай ойлайсыз? Неге біз соншалықты қысып жатыр, журналистиканы бұғып жатырмыз? Осы сіздің сұрағыңызға жауап берер алдында мен кішкене осы біздің журналистиканың тарихын кішкене айтып кетейін, мен көрген тарихын. 2001 жылы журналистикаға келгенде жергілікті енді газет қой, енді Уральская неделя жаңадан ашылып жатыр, жаңа шығып жатыр, жеке газет. Сонда есімде жұмысқа кіргенде біздерде дежурство болды. Газет шығатын күні жаңағы түске дейін бір журналист отырады редакцияда, келеді кісілерге газетті сатады. Түс қайта бір журналист тұрады, келесі күні тағы түске дейін бір журналист, түс қайта төртінші журналист. 4 журналист біз болдық сонда. Сонда бір күні мен отырған дежурствода бір әйел адам келіп тұр редакцияға. Сондай манера, әңгімесі сондай үйреніп қалғанда біреуге бұйрық беруді. Айтады, так, маған 4 газеттің 4 данасын беріңіз, сосын өткен номердің тағы бір данасын беріңіз. Сосын жаңағы мені үйретіп қойды ғой, бухгалтеріміз. Лұқпан, біреу келіп жатса, жаңағы газеттің құны 15 теңге, өткен номердің, қазіргі номердің құны 20 теңге. Сосын мен айттым ғой, есептедім де айттым, 75 теңге сіз жаңағы төле қойыңыз. Қайдағы төлеу? Мен акиматтан мені әкімнің орынбасары Тарасенко Елена Ивановна жіберіп тұр, соған тегін газет беріңіз. Мен айтам, кешіңіз, маған ондай ештеңе айтқан жоқ, біреуге тегін газет беріңіз деп. Соны естіп, Тамара Ислямова біздің сол газетімізде редактор сол жүгіріп шықты, айтады. Президент болсын, Тарасенко Елена Ивановна болсын, әкім болсын, ешкімге тегін газет жоқ. Жаңа кісінің көзінше айтты. Қайтадан барып, сол Тарасенко Елена Ивановнаға айтыңыз. Тарасенко Елена Ивановна өзі келсін, президентті еріп, жаңағы бірге алып келсін, бәріне газет тек қана сатамыз. Сонда жаңағы әйел адам енді, акиматтың бір жұмыскері ғой, ұрсып кетті, сонда сол маған ең бірінші сабақ болды. Ешқандай жаңағы биліктегі отырған кісілерге ешқандай поблажка, ешқандай жаңағы жеңілдік жоқ. Олардың жауапкершілігі мол, олардың наоборот төлеткізу керек дегендей. Сонда газетте жұмысқа кіргенде есімде бір комментарий керек болып жатқанда мемлекеттік жұмыскерлерден. Сол кезде ешқандай запрос та жоқ. Бір күні Кушербаев Қырымбек Елеуович ол кезде әкім облысы, сол кезде соның бір комментарийсі керек болды маған. Сонда қазір біреуге айтсам, сенетіндей емес, ешкім сенбейді. Сонда мен областной акиматқа барып,
ол кезде ана төмендегі отырған полицейский тек қана сұрайды, кімге кетіп бара жатсыз деп. Сонда мен айтамын, приемныйға ана Қырымбек Елеуовичтің. Бірақ оны деді де жазып алды, жібересің. Ешқандай металлоискатель жоқ, документтерінде ешкім қарамайды. Ауызша сұрады да жіберіп қойды. Сонда мен приемныйға барғанда ана приемныйдағы отыратын секретарь хатшысы жоқ екен. Сосын ана есігін қақтым да, ашып қалсам, андай Қырымбек Елеуович отыр. Сосын мен айтамын, Қырымбек Елеуович, ассалаумағалейкум, сізден бір комментарий келіп еді. Кіре, пожалуйста. Әңгімелестік сонда, комментарийін берді. Содан кейін Қырымбек Елеуовичтан кейін Ашимов келді. Ашимов келгенде сонда как раз ең бірінші төмендегі акиматта полицейский пост кіргізбейтін сондай уже практика пайда басталды. Тек қана письменный запрос, ресми түрде, ешқандай жаңағы ауызша комментарий болмайды әкімнен. Әкімге тек қана письменный запрос. Содан кейін Ашимовтан кейін кім болды? Бақтықожа. Оны бордюр қожа деп кличкасы болып еді біздің Батыс Қазақстанда. Бордюр ауыстыра бере ма? Сонда Бақтықожа келгенде, Бақтықожа ол ең бірінші кезде әсіресе телевидениемен жаңағы міндетті түрде кездесіп, брифинг өткізіп, сосын ай сайын бүкіл журналистерге пресс-конференция өткізем деген сондай практикамен шықты. Сосын 2007 жылы ма, 2006 жылы ма, есімде жоқ. Мен ол кезде жергілікті телеканалда жұмыс істеп жатырмын. Сонда Бақтықожа жаңағы өзін ай сайын өткізетін пресс-конференцияны өткізем деп сондай объявление жіберіп жатыр, пресс-службасы. Сол телеканалдың директоры келіп маған, сол пресс-конференцияға тек қана бас редактор бару керек, рядовой журналистерді жібермеңіз, Лұқпан сен барасың. Мен ол кезде бас редактор. Сосын бардым, еще редакцияда отырып, ішім пысты шын айтса. Сосын барғасын ойлап тұрмын, қандай сұрақ қоям. Ол кезде Бақтықожа кезінде біздің қалада 15 жылдан бері салынбай жатқан жаңағы онкологический диспансер соны қайтадан салу бастады, құрылысы бастады. Және қаланың шетінде жаңадан салынған мектеп салынып жатыр сол кезде. Сол жаңағы онкодиспансерді салып жатқан құрылысшы компания, ол Бақтықожаның күйеу баласының компаниясы, ана жаңағы еще әлі салынбаған мектептің директоры уже тағайындап қойды, ол Бақтықожаның несі? Апасы ма? Апасы болар, иә. Сосын пресс-конференцияға келгенде жаңағы бүкіл журналистер сұрақ қойып жатыр, жаңағы біздің облыста экономический показательдер қандай, анау сондай. Мен тыңдап тұрмын, сосын Бақтықожа сұрайды, ең аяғында. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Мен айтамын, менде сұрағым бар. Қандай сұрағыңыз? Мен айтамын, осындай онкодиспансерді сіздің күйеу балаңыз салып жатыр екен, салынып жатқан мектептің директоры сіздің апаңыз болып тұр. Сіздің семьянызда тағы мына бюджеттің ақшасын асфальт еткен жаңағы басқа кісілер бар ма? Бюджеттің ақшасына қол салып жатқан. Шашып кеткен шығар. Иә, оны жаңағы қазақтар біздің әжеміз айтқандай бетіне сізді шатып. Жыны келіп сонда маған айқайлады, ұрысты. Вот, как это так? Некорректный вопрос. Сізді қалай кім үйретті ондай сұрақ қойға? Содан кейін жаңағы Бақтықожа ешқандай пресс-конференция өткізбейтін болды. Тынышталды. Мен содан кейін басқа әкімдерді алсақ, мен аймақтық журналист ретінде айтып жатырмын ғой, Астанада ешқашанда жұмыс істеп жатқан жоқпын, істеген жоқпын, тек қана біздің аймақта жұмыс істедім. Сонда байқағаным, әрбір жаңа әкім келгенде, сонда жаңағы практикаға енгізетін жаңағы шектеу, бір запрет, тыйым сондай практикаға айналысты. Соны қазіргі әкім Нариман Төреғалиев, ол журналистермен бір рет кездескен жоқ әлі. Мен оны көрген жоқпын. Журналистермен кездесіп, жаңағы брифинг өткізетіндей. Хотя он әкім болғанына уже 2 жыл болды ма, 3 жыл болды ма. Сұхбат бере ма? Сұхбатты берген жоқ. Бір рет. Енді мына Қазақстанды алсақ, интернеттен оқимын ғой. Кезінде 2001 жылы ма, 2002 жылы ма, ең үлкен скандал Қазақстанда болған телеканал Ирбис, сол телеканал Ирбистің жаңағы ғимараттың үстіндегі антеннадан студияға баратын кабельді снайперский винтовкамен атып, жаңағы
үзіп тастады. Ең үлкен скандал болды сол кезде. Қалай ол айырып тастады, сондай не істеді. Жаңағы әрекетке кім барды? Ну, бәрі де енді сол кезде айтып жатыр ғой, ол үкіметтегі жасаған кісілер, ол жаңағы қарапайым адамдарда снайперский винтовка жоқ, ол тек қана үкіметтің жұмыс істеп, қызметі. Содан кейін Республика деген газеттің есігіне үлген иттің басын іліп қойып, сондай скандал болды. Сонда біздер ойлап едік, мынау қалай, мынау не болып жатыр біздің елмен, мынау журналистика қандай не шабу кім жасап жатыр, Назарбаевтың ісі ғой деп деген. Содан кейін басталды ғой, жаңағы бүкіл телеканалдарды Дариғаның қолына телеканалдар түсті, КТК, НТК, жаңағы басқа каналдарды, Хабар ең өз алдына. Бірақ сол кезде де кішкене демократияның исі болды, иә. Өйткені КТК-ны алсақ та, КТК-да жаңағыдай бір разоблачающий материал шығатын еді, сондай бір передачалар болды. Содан кейін ол да тоқтатылды. Содан кейін қарасам, белгілі атақты журналистер или кетуге мәжбүр болды ерген, ал кетпегені көбінесе жаңағы парламент депутаты болып кетті, әлде пресс-службаға кетіп қалды бір мемлекеттік органдарға. Қазіргі жағдайды алсақ, 2000 жылдардың басымен салыстыруға болмайды. Өйткені ол кезде демократия кәдімгідей болды, сөзінің еркіндігі болды. Қазір жоқ, мүлдем жоқ, өйткені қазір көріп тұрмыз ғой. Біреу сұрақ қойса да, сол сұрақ үшін уже бір не ұшырайды, бір преследованияға. Мысалы, қаңтардан кейін бірнеше азаматтық белсенді азаматтар үстінен қылмыссыз ашылып түрмеге қамалды. Біздің әріптестеріміздің арамызда да бірнеше әріптесіміз уже түрмеде отыр. Ол жаңағы Думан Мұхаммедкәрим, ол Айгерім Тілеужанова, жаңағы қаңтарға байланысты істермен жаңағы қамады оларды. Сондықтан қазіргі жағдайды алсақ, біз енді Северный Корея деп айта алмаймын, бірақ соған өте жақын жүрміз. Мемлекеттік органдар олар ресми бұқаралық ақпараттарды контрольге алды, жаңағы бүкіл газеттерді, Госинформзаказ арқылы бүкіл телеканалдарды жаңағы бақылау жүр олар. Енді кішкене еркіндік қалған жер, ол жаңағы интернет, YouTube, әлеуметтік жеделдер, сол қалған бізде. Енді көрерміз не болады екен. Бірақ мен ойлаймын, кішкене тыпырлап, не то что кішкене, кәдімгідей, мемлекеттік цензурамен келіспей, біздер өз жұмысымызды істеу керекпіз. Өйткені парламентте, үкіметтегі болған жағдай, және тыйым салды ғой, үкіметтің зданиясына көруге болмайды деп. 6 айға шектеу қойды. Иә, шектеу қойды, иә. Ол бір ойға сыймайтын нәрсе. Елде ондай жағдай болмау керек. Мемлекеттік үкіметтегі чиновниктер, олар жанұяға бір претензия болса, ашық түрде айтыңыз, қандай претензия, не болды, заңдағы жазылған жаңағы қандай мералар бар, әрекеттер, соны пайдаланыңыз, мынандай жаңағыдай бір тырнақ астынан кіріздегендей жанұя бір белгісіз ережелерді бұзды, ол ережелер жаңағы құпия, оны жарияламаймыз, бірақ ол ережелерді бұзды, сол үшін оны кіргізбейміз деген әңгіме, ол бір баланың әңгімесі сияқты. Енді бұл жалпы бұның бәрінен заңы өзгерту арқылы келіп жатыр ғой, бірақ қалай ойлайсыз, билік неден қорқады? Билік ашықтықтан қорқады, жаңағы ашық түрде ақпарат болса, біздің қоғамда, содан қорқады. Өйткені ашық түрде қоғамда ақпарат жарияласа, онда әрине қоғамда көптеген сұрақтар туындайды. Жаңағы кезінде 2019-да Тоқаев билікке қалай келді? Оның сайлауы шынымен әділетті өтті ме? Парламент сайлау неге сондай заңбұзушылықпен өтті, бірақ билік оған ешқандай мән берген жоқ. Қаңтардың өзі көп сұрақтарды туғыздыратын. Енді қазір біздің мемлекетті алсақ, біздің елімізде 60-ның үстінде жаңағы саяси тұтқындардың саны.
бар, иә. Ресми түрде олар жаңағы правозащитниктер дейміз ғой енді, құқық қорғаушылар, олар жаңағы олардың тізімдерінде саяси тұтқындар ретінде 62 ма сондай тізім бар бізде. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы біздің билік қорқатыны кәдімгідей шынайы сөз еркіндігі болса, біздің елде міндетті түрде халық сұрақ қойып, бір-біріне жаңағы ақпаратты жариялап жүрсе, біздің телевизорды қосқанда, сол телевизорда, теледидарда шынайы кәдімгідей сондай передачалар болса, бағдарламалар, мысалы, жемқорлыққа қарсы, әлде там саяси туралы бір передачалар болса, міндетті түрде жаңа халық олардың сауаты ашылады ғой, көздері ашылады. Қазірдің өзінде деген халықтың көзі ашылды, көріп тұр бәрін. Бірақ сондай телевизорден, теледидардан ашық түрде соны айтып тұрса, онда халық әрине әкімнен бастайды ғой, әкімдерден. Ауылдық әкім болсын, қаланың әкімі болсын, солардан бастайды ғой, айтады ғой, айналайындар, сіз не істеп жатсыз? Анау жойып жатқан біздің салықтың ақшасын көрсетіңізші, қайда жұмсап жатсыз. Содан кейін жаңағы жоғары, сосын үкіметке, содан кейін президентке уже сондай күрделі сұрақ қоятын болады да, мен ойлаймын, президент содан қорқатын болар. Бұл енді жаңа Қазақстанға өзінің идеясына қарама-қайшылық емес пе, өзінің ақордасын бүйтіп қоршап алуы? Әрине, иә. Ескі бұрынғы Қазақстанмен ешқандай айырмашылығы жоқ. Просто аттар өзгерді. Анда Назарбаев болды, қазір Тоқаев болды. Әрине, иә, Тоқаевтың андай Назарбаевта кезінде культ личности қазақша қалай болады? Жаңағы жеке басына табыну. Табыну, иә, ондай қазір жоқ, Тоқаевтың жеке басына табыну. Қалған президенттер бәрі сондай ғой, авторитарлық билік, ешқандай халықпен санасу деген, олардың ойын сұрап, олардың жаңағы халық не айтып жатыр, соны ондай несі жоқ, даже қалай деп айтайын, желаниясы да жоқ олардың. Ұмтылмайды да олар. Енді екінші тақырыбымызға алсақшы, жалпы бізде қазір сіз өзіңіздің YouTube арнаңызда, соңғы шығарылған материалыңызда, Инстаграмыңыздан да көрдім, біздің телевидениені, Ресейдің телевидениясын біз соған қаржыландырып жатырмыз деген ой айтылыпты. Бұл қайдан шыққан ой? Дәл сондай ма? Шынында да біз Ресейдің телеарналарын сатып алып көреміз ба? Иә, мысалы біздерде Евразия деген канал бар ғой. Евразия канал ол кезінде жаңағы ОРТ-ның бірінші каналдың жаңағы ретранслятор деп ретінде сондай ашылған канал ғой. Сол ОРТ болсын, жаңағы біздерде развлекательный НТК канал, ТНТ каналын контент біздерге жариялайды көбінесе. Ол енді НТК каналын қарасаңыз, басқа каналдарды ашып қарасаңыз, КТК-ны қарап көріңіз, көбінесе олардың көрсететін Ресей сериалдары. Ресей сериалдары, қазіргі сериалдар, олар көбінесе жаңағы, ол да пропаганда бір түрі. Өйткені оларды қарасаңыз, міндетті түрде оларда көрсететін жаңағы заң жолымен емес, жаңағы қылмыстық жолмен проблемаларды шешу, кек алу, жаңағы бір өмірді жеке жағдайда полицияға бармай, жаңағы өздері бір-бірін ату, өлтіру, сондай. Ол сериалдардың мақсаты сондай. Көрермендерге ой жеткізу. Ешқандай мемлекеттік институттар жұмыс істемейді. Ешқандай мемлекеттердің институттарына сенуге болмайды. Тек қана жаңағы лихие 90-е дейміз ғой. 90 жылдары қалай болды, бір-бірімізге жаңағы топ болып, сондай банда құрайық, сондай болып жүрейік дегендей, сондай ой. Сондықтан қазіргі енді мына теледидарды алсақ, Диана Кремова, жаңағы правовой медиа центр, олардың енді негізі жұмыстары ғой. Олар жаңағы міндетті түрде жыл сайын запрос жіберіп сұрайды ақпаратты. Қандай ақша, қандай мақсатқа бөлініп жатырмыз жаңағы медиа саласында. Сонда олардың данныйлары бойынша 23 жыл ма, сол 4,5 миллиард теңге біз Ресей бірінші каналға төледік. Тек қана олар біздің мемлекеттерге, біздің елге өзінің каналын, контентін таратушы. Сондықтан мен айтып тұрмын ғой, біздерде
орысша оны информационный суверенитет дейді, қазақшасы енді ақпараттық тәуелсіздік. ақпараттық тәуелсіздік ондай жоқ біздерде, елде. Ондай саяси да жоқ, саясат та жоқ біздің. Ақпарат тәуелсіз болайық деген ба? Бір тәуелсіздік жаңағыдай. Мына Балаевның министерствосын алсақ, олар енді біз баяғыдан айтып жүрген сұрақтарымызды, мына медиа туралы заң, оны өзгерту керек. Өзгерткенде жаңағы біздің мақсатымыз журналистерге праваларын, құқықтығын жаңағы кенту. Мына біздің елді алсақ, Балаевның министерствосы болсын, басқа бір министерстволары, әлде біздің парламентті болсын, олардың жазып тұрған заңдары, қалдып атқан заңдары соңғы жылда бірде-бір заңда жазылған жоқ қой. Қазақстан азаматтарында мынандай құқы бар екен, Қазақстан азаматтарында мынандай жаңағы полномочиясы болсын деп. Олардың жазып атқаны тыйым салу, айыппұл, шектеу, қылмыстық жауапкершілік, сондай тек қана сөздер, сондай сөздермен жаңағы сондай тілмен сөйлеседі қоғаммен. Балаевның министерствосын алсақ қазіргі, олардың да политикасы жаңағы заңдарды қабылдаса міндетті түрде шектеу, журналистердің құқығын шектеу, полномочиясын жаңағы шектеу, міндетті түрде аккредитация болу керек. Ол аккредитация тек қана жаңағы мемлекеттік органдар береді. Ол мемлекеттік органдар ол аккредитацияны қайтарып алу құқы бар, сондай дегенде. Журналистерге журналисттің құқы бар деген сөйлем жоқ сол заңдарда. Сондықтан айтып тұрмын ғой, қазіргі жағдайда біз келе жатқан біздің жолымыз қазір қалай жол емес, тенденция деп айтайын, біздің елде ол біздің ұлы заңға, конституцияға қайшы келетін заңдарды қабылдау. Өйткені біздің конституцияда ап-анық жазып тұр. Қазақстанда цензураға тыйым салынады. Цензура болмайды деп жазып тұр ап-анық. Бірақ енді қазір Тоқаевты алсақты, мысалы, Тоқаевтың семья туралы қандай мүлігі бар, қандай ақша тауып жатыр, қайда тұрып жатыр, сондай ақпаратты жазсаңыз, міндетті түрде сіздің артыңыздан жаңағы КНБ түсіп, прокуратура түсіп, полиция түсіп, жаңағы сіздердің мазаңызды алып жұмыс істеткізбейді. Әлде мынандай тақырыпты алсақ, мысалы, Қазақстанда бір топ азаматтар жаңағы наразылығын көрсетіп, бір протестқа шыққанда. Бірінші салатын кімдер? Ол әрине журналистер. Алаңға шығады ма журналистер, жаңағы қазір түсіреміз деп, ең бірінші жаңағы ОМОН келіп жаңағы алаңға шыққан кісілер ұстайды, содан кейін журналистер ұстайды. Сондықтан бізде Қазақстанда қазіргі жағдайда цензура, кәдімгідей цензура бар екен, менің көзім жетті. Оны прям ашық түрде айта аламын. Біздің елде цензура бар. Енді онда қалай ойлайсыз, бізге референдум не үшін қажет болды? Бізге референдум қажет жоқ. Соны референдум жасамай өткізуге болатын еді ғой, сіздіңше болатын беді, әлде референдум өткізу бұл сендердің таңдауларың ғой деп халыққа? АЭС-тің құрылысы, сол тақырып, ол негізі эксперттердің тақырыбы. Сауаттары бар, специалист, маман, сондай кісілер талқылау керек еді. Ол референдумның тақырыбы емес. Референдумге шығаратын тақырыптар осы елде мол. Жаңағы утиль сборды алайық, часовой поезд алайық, сағат поездын алайық, жаңағы ауыл шаруашылығын алайық, әлде мысалы жаңағы айтып кеткен ақпараттық тәуелсіздік саясатын сұрақтарын алсақ да, мысалы біздің елде Ресей каналдарға рұқсат береміз бе, бермейміз бе жаңағы жайлауға өзінің контенттерін. Сондай әлде тіл мәселесін алсақ да, мысалы баяғыдан келе жатқан мен айтып жүрген мәселе, біздің Қазақстанда тәуелсіздік ел ретінде баяғыдан бері жаңағы бүкіл білім беру саласын қазақ тіліне аудару керек еді. Онда мен сияқты сондай шала қазақтар болмас еді. Қазір енді жастарды алсақ, жастардың көбі Астанада байқағаным. Жартысы магазинде орысша сөйлейді. Көшеде кетіп бара жатқанда орысша сөйлейді. Магазинде мен дүкенге кіргенде сатушылар тұрады ғой. Қазақ қыздар жаңағы сонда
амандасқанда сәлеметсіз бе деп айтқанда здрасте деп қарап отырады ғой. Сол неден пайда болды? Ол жаңағы тіл мәселесі кезінде шешілмеген білім беру саласында. Сондықтан бізде қазіргі жағдайда осындай нәрсе. Орыс мектептің выпускниктары көбінесе Ресейге түседі. Сол Ресейдің университетін таңдайды. Университеттің пропагандасы оларға жаңағы ықпалы көп. Олар насихаттайды жаңағы бізге келіңіз, ал оларға ертең анда барғанда әрине ол Ресейде тұрғанда Ресейдің телевизорын жаңағы бүкіл көшелерде свастикасын бәрін көріп, олар кім болып келеді біздің елге? Зомби болып келеді. Осындай мәселелерді, сұрақтарды референдумға шығаруға болады ма? Міндетті түрде шығару болады. Жоқ, біздер алдықта жаңағы АЭС шығарып қойды біздің референдумге. Ол референдумге мынандай сұрақтарды шығару, ол мен бойымша жаңағы біздің билікте отырған кісілердің мақсаты мынандай болды. Осындай референдумды өткізсек, жаңағы кезінде өткен конституция туралы референдум, ол да енді ойға сыймайтын бір референдум ғой. 54 поправка конституцияға өзгерісті бір референдумға бір тек қана яма жоқ па деп жауап беруге мәжбүрлеп қойды, міндет қойды азаматтарды. Вот сондай референдумдар, олар көзбояушылық. Жаңағы елге көрсету. Көрдіңіз ба, біз сізден жаңағы сіздің ойыңызды сұрап жатырмыз, сіздермен сіздің жаңағы қандай ойыңыз бар, ақылыңыз бар, сізбен кеңес ұстап жатқандай ретінде, сізден кеңес сұрағандай сондай көзбояушылық. Шын айтсақ, ол жаңағы енді сіз өзіңіз көріп тұрсыз, көзіңіз бар, сауатыңыз мол, мына көшеге шықсаңыз билбордтардың жартысы көп, ол жаңағы АЭС туралы, билікті атом, жаңағы ешқандай қауіптігі жоқ, ол жаңағы табиғатты сақтайтын энергия, қуат деп сондай нелер көптеген қаптап кетті ғой қаланың ішінде. Ол тек қана Астанада емес, бүкіл Қазақстанда бұл солай болар деп ойлаймын. Сондықтан ойлаймын, мына 6 қазанда болатын референдум, ол референдум нәтижесін олар жазып қойған. Референдум өткіземіз. Референдум әрине жаңағы біздер дауыстар санауды білеміз ғой, жаңағы фальсификация жасауды білеміз, мұғалімдер дайын біздерде избирательный учаскелерде. Олар біздерге керек результатын көрсетеді, дайындап қояды. Референдумға келген кісілердің 69% атом электростанциясын қолдады, атом электростанциясын саламыз дегендей. Сіздің позицияңыз қандай бұл жерде? Атом электростанциясы бізге керек па? Мен ойымша жоқ. Қазіргі жағдайда жоқ. Неге? Өткені біздерде қазір атом электростанциясын несін алайықшы, фактілерін, ең бірінші, мен де интернетке кіріп жаңа қарадым ғой, басқа елдерде қалай станцияларды салды, атом электростанцияларды. Сонда байқағаным, тек қана Қытайда атом электростанциясын 6 жылға жоспарлап қойып, сол срокқа сыйып, сол 6 жылда салды олар станция. Қалған елдерде электростанцияларды жаңағы жоспарлағанда 10 жыл саламыз деді, 8 жыл саламыз деді, бірақ бірде-бір елде сол графикке бірде-бір ел сыйған жоқ. Бәрі де жаңа 15 жыл салды. Бразилия алсақ 84 жылдан бастап қазірге дейін салынмай жатыр станцияны. Салып жатыр, әлі салынмай жатыр. Бюджетті алсақ, жаңа оған көптеген ақша керек. Қазақстан өзі биліктегі отырған кісілер мойындап жатыр. Бізде ондай ақша жоқ. Ол жаңағы шетелдерден жаңағы қарызға аламыз. Қарызға аламыз сол ақшаны. Енді сол станцияны олардың жоспарлап жатқаны 8 жыл саламыз деді, бірақ ол 8 жыл емес, мен ойлаймын 15-20 жылдай салады. Ол бюджетке сыймай қалады, бюджет тоже өсіреді, ол жаңағы біздің қарызымыз өседі деген әңгіме. Ал тек қана 15-20 жылдан кейін сол жаңағы атом электростанция бізге электр қуатын береді. Ол 15-20 жылдың ішінде біз не істейміз? Сонда бізде жаңағы электр қуатын дефициті болмайды ма не? Сонда болады әрине. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі Қазақстанда, біздің батыс Қазақстанда мысалы, бір емес 3 газ турбинный электростанциялар бар. Олар шағын,
жаңағы салғанда құрылыстың құны арзан атом электростанциясына қарағанда, және бізде газ деген мол. Батыс жақта әсіресе газ, пожалуйста, любой жерді қазып қалсаң, газ шыға береді. Мұхтар Жәкішевтің айтып жүрген идеясы ғой. Иә, сондықтан мен ойлаймын, қазіргі мына атомный электростанция салмай-ақ, соған ақша жоймай, батыстан орталыққа, шығыс жаққа газ провод тартып, осы Астанада болсын, шығыс жақта бірнеше сондай 10 шақты газ турбинный электростанция салсақ, пожалуйста, проблема шешіледі. Ешқандай электр қуатының дефицит болмайды деп ойлаймын. Бізде енді көбісінің позициясынан да ғой, атом электростанциясын салуға қарсы емеспіз. Хорошо, салайық, бізде дефицит па? Хорошо, салайық онда. Бірақ бізге Ресей келмесін деп отыр ғой. Басқа келсін, но тек Ресей ғана келмесін. Енді Ресейдің саясатын сіз көріп тұрсыз ғой. Ресей энерго қуатын, газ болсын, электр қуаты болсын, жаңағы атом электростанция. Ресейдің билікте отырған кісілер ол сол мәселені рычаг ретінде пайдаланады. Кезінде есіңізде болар, Украинада жаңағы Ресейден келіп жатқан газ болды ғой Украинаға. Украина сол газды пайдаланды. Сонда сол газды сылтауратып, Ресей міндетті түрде жаңағы Украинада отырған, билікте отырған кісілерге жаңағы өзін ультиматум қойып жүрді. Сонда сол Ресейдің қойған ультиматум бойынша Украина кезінде ракеталарын да сатты Ресейге. Көптеген ракеталар болды Украинада. Қазір керек болатын ракеталар. 90% жаңағы авиация парксын сатты Ресейге. Ана жаңағы истребитель, бомбардировщиктар. Сондықтан, қазір соғыс басталғанда ракеттері де жоқ, самолеттері де аз. Сонда Украинадағы отырған жүрген кісілердің көбі айтты ғой. Кезінде Ресей бізге газды сылтауратып, қолымызды бұрмалап алып алды біздерден сол бүкіліне. Енді соны көріп отыр ғой, біздің мемлекет қандай сабақ алып жатыр? Ешқандай сабақ алып жатқан жоқ. Көріп тұрсыз ғой, енді мемлекетті алсақ. Енді менің санамдағындай болды да, қанша дегенмен сен бәрібір қазақсың ғой, билікте отырсаң да, сен болашағыңды ойлап кетуің керексің. Сенің ол балаңның болашағы ғой ол. Қарап қалмау керек деген. Сен ойлайсың, болашақты ойлау керек. Көптеген қарапайым кісілер солай ойлайды. Болашағымызды ойламаймыз ба? Мына елді ертең ұрпақтарымызға қандай ел қалдырамыз деген сондай ой болады. Бірақ менің көз жеткенім, биліктегі отырған кісілер, Тоқаев болсын, парламенттің тең жартысы, үкіметтегі отырған кісілердің, министрлердің көбі, олардың ешқандай ондай ойы жоқ. Олар мына елдің болашағы болады деп ондай не то что сөз ойда жоқ олардың. Сіз соған сенесіз ба, солай деп ойлайсыз ба? Мен ойлаймын оны. Өйткені менің ойымша, биліктегі отырған кісілер 90% политические вахтовики. Вахтымен, біздің қазақстар енді ер адамдар жартысы вахтымен жұмыс істейді ғой, жаңағы 15 күн бір айма вахтаға барып, сосын үйіне қайтып келеді. Біздегі мына биліктегі отырған кісілер сондай вахтовиктер сияқты, олардың мышление сияқты, мына жаңағы біз жұмыс істеп жатқан жеріміз ол жаңағы вахта, біздің үйіміз жаңағы Швейцария болсын, Италия болсын, Испания болсын, сондағы алынған жаңағы недвижимость, сонда кетеміз көп болса. Енді ол жердегілердің бәрі қазақ қой, бұлар неге үйтіп ойлайды деймін да, мысалы, мен Скляр ойлады дейтін болса, бәлкім енді ол кісі үйтіп ойламауы мүмкін, енді сенем сөйтіп ойламайды деп. Мысалы, менің енді олардың мүмкіндіктері бар ғой, мен басқа, егер Құдай сақтасын бірдеңке болып жатса, менің екінші запасной отаным бар деген сияқты, аэродромым бар деген сияқты. А біздің қазақта отырған биліктер ғой, қазақпыз, оларда ондай жоқ қой. Өткен қараңыз, Құралай, сізде болсын, менде болсын. Біздің жетіп жатқан ақшамыз мына елде бір көп болса, бір үй, бір пәтер, жаңағыдай да, сатып алғанымыз. Балаларымызға жаңағы мектепке, частный мектеп болса, соған орналастырамыз, көп болса сол кредитке машина сатып аламыз. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Олардың жаңағы жемқорлық жолмен тапқан ақша, ол жаңа кім бір осы
біздің Қазақстанның бір несі журналист есептеді. Назарбаевтың кезінде біздің Қазақстаннан шығарылған ақшаның көлемі 19 триллион доллар деп есептеді. Білмеймін, рас па, шын ба, рас өтірік па. Енді Назарбаевтың өзін алсақ, Назарбаевтың жеке өзінің имуществосы 200 миллиард доллар дейді ма, сондайға есептеп қойды ғой. Ол қырғын ақша. Ол ақшаны сіз байқасаңыз бірде-бір тиыны мұнда қалған жоқ. Бәрін шетелге шығарып, жаңағы шетелде Лондонда болсын, Испанияда болсын, Дубайда болсын, жаңағы жер алып, үй алып, квартира алып, анда бизнес ашып, соған салып қойған ақша. Сондықтан сол кісілердің ақшасы қайда, сол жерде олардың отандары. Олар ешқашанда ойламайды мына Қазақстанда бірден болсын деп, болашағы ашылсын деп. Сенбеймін мен. Сондықтан мына Тоқаевты алсақ та, өзі мұнда отыр, иә. Бірақ радио Азаттық алдында мақала шығарды ғой, жаңағы жолдасы Москвада, баласы Ресейде, олардың жаңағы көптеген мүлігі Ресейде, шетелде. Сондай кісі мына Қазақстан ретінде, азамат ретінде бір патриоттық сезім болады деп ешқашанда сенбеймін оған. Ақшасы қайда, сол жерде олардың елі, сол жерде олардың отандары. Енді өткен жол көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Жалпы АЭС-ті салу мәселесі 2003 жылы Путин бастаған екен. Көрген шығарсыз. Сол кездің өзінде, Путин ол кезде әлі билікке толық келмеген де кезі ғой. Сол кездің өзінде Қазақстанның аумағында атом электр станциясын салайық деген идея айтылған. Одан кейін 2019 жылы ол нақты келіп площадкада үлкен мәлімдеме жасады, иә? Енді соған қараған кезде біз стратегиялық сондай мүмкіндікті оларға бере саламыз ба? Береді, билікте отырған кісілер береді. Ол келсе, олармен бірге тек өздері ғана келмейді, олармен бірге әскер де келеді ғой. Стратегиялық аймақты күзетеміз деген, иә? Ол білмеймін, енді армия ма, әлде жаңағы жеке әскери компаниялар келеді ма, жаңағы оларда көптеген жеке әскери компаниялар пайда болды ғой, Вагнер, анау. Сондай пайдаланады ма? Бірақ, иә, әрине олар атом электростанциямен бірге жаңағы өздерінің күштерін алып келеді. Өйткені ол ақша, көптеген қырғын ақша, ол ақшаны қорғау керек, ол ақшаны сақтау керек, ол ақша жұмыс істеу керек. Сондықтан сол қауіпсіздігі үшін, өздерінің қауіпсіздігі үшін олар әрине өздерінің күштерін алып келеді, ол күштерін жаңағы пайдаланатында. Ол ең бір мәселе, екінші мәселе тағы, мұнда келген электростанция, атом электростанция, әкеліп салып қойса да, қазіргі заманауи технологиялар, олар көбінесе жаңағы IT-технологиялар ғой. Электроқуат станциясын алсақ та, анда көптеген электроникасы бар, программный обеспечениесі бар, ол программный обеспечение, Ресейдің программный обеспечениесі. Сондықтан ол міндетті түрде жаңағы электростанция, ресейлік атом электростанциясы, ол күнде де сондай қауіп төндіретін бір көзі болады, источник деп айтамыз ғой. Өткені, мысалы, елестетіп қарайықшы, мысалы, Қазақстанда саяси жағдай өзгерді, нағыз демократия болып, шындық сайлау өтіп, жаңағы билікке халық шынымен сайлаған кісілер келді, демократтар келді. Олар өзінің жаңағы тәуелсіздік саясатын жүргісі келеді. Сол саясаттың бір себебі жаңағы ол Ресейдің, мысалы, бұқаралық ақпарат құралдарын шектеп, кішкене ақпалын азайтып, сондай бір заң шығарсын. Ең бірінші не істейді Мәскеу? Мәскеу алады, ал сіздер солай істедіңіз бе? Біздер алдық атом электростанцияның бір жерін өзгерттік. Шығарған қуаты азайып қалады. Оңтүстік орталық жақта Қазақстан аймақтары электр қуатсыз қалды. Сондай дестабилизация обстановки дейді ғой, орысша, сондай бір несі болады міндетті түрде оларда. Украина тап сондай істеді ғой олар. Донецк, Луганск деген аймақтар, Харьков деген неге соншама кезінде Путинді қолдап неге шықты? Өткені кезінде Путин тап солай газды айырып қосып,
сонда тұратын, сол жерде тұратын кісілерге сондай ой жеткізді ғой. Міне біздер сіздерге газды береміз. А газ болмаған уақытта ол жаңағы Украина биліктің кесірі, бізден емес. Сондықтан кісілер жаңағы соған шынымен сеніп Путин қолдап шықты. Бізде тап сондай жағдай болып жатса, олар да тап солай жаңағы атом электростанциясын өшіріп, қайтадан қосып, өшіріп, қосып, солай тең жарсын халықты жаңағы алдап, бізде де сондай жағдай болуы мүмкін. Сол Қазақстанда тұратын кісілер енді қазірдің өзінде сондай кісілер бар, азаматтарымыз Путинді қолдайтын, ондай жағдай болса, одан да көп болады. Енді осы тақырыптан неге өтіп кетейікші, Ресейдің жаңағы ішкі несіне, бізге қатысты жағына келетін болсақ. Қазір біздің Қазақстанның азаматтары бар, қазақтар да бар деп айттыңыз өзіңіз, Ресей жағынан соғысқа барып жатқан. Бұл қанша қазақ бізде? Енді сіздер бізге қарағанда соғыс туралы ақпаратты көп жасайсыздар, мәліметтер бар, сол жақтағы байланыстарыңыз бар. Қанша біздің қазақ кетіп жатыр? Және олардың кетуінің себебі не? Не керек бар өзгенің соғысына, біздің қазақтардың қатысуына? Соғысқа бара жатқан қазақтар, Қазақстанның азаматтары, кеткен азаматтары, олар көбінесе шекаралас аймақтардың тұрғындары. Білмеймін, Астанада мүмкін сіз көрмей жатқан боларсыз, шекаралас бір аймақтарға барып, мысалы, ауылдарға барсаңыз, оларда Қазақстан теледидарының сигналы жоқ. Антенна шарп қояды, телевизор көрсетсін деп. Сол антенна біздің хабарды ұстамайды, ол жаңағы Россия-1, Первый канал, НТВ, Россия-24, соның сигналдарын тым жақсы ұстайды. Сондықтан сол аймақтарда көбінесе жаңағы кісілер Ресей теледидарын қарайды. Орыс болсын, қазақ болсын, олар қарайды. Әрине ықпалы мол ол телеканалдардың, Ресей теледидарын. Сондықтан сол шекаралас аймақтардан көбінесе сондай кісілер шығады. Телевизорды қарап, сеніп соған. Біз барамыз, Украинада фашистер, ұлтшылдар, олар жаңағы балаларды өлтіріп жатыр, біз жаңағы барып жерімізді қорғаймыз деген сондай оймен барады. Соңғы қазақ баланың өлімі де сондай ма? Иә. Екінші себеп, ол шекаралас елдерді, аймақтарды алсақ, көбінесе ер азаматтары Ресейге вахтымен жұмысқа барады. Әрине, Ресейге жұмысқа барғанда, олар вахтымен жұмыс істейді, но бірақ мына соңғы 3 жылда бірнеше рет сондай фактілерді естіп, көрдік. Жаңағы миграционный полициясы келіп, Федеральная миграционная служба ФМС деген келіп, жаңағы облава жасайды, ұстайды шетелдік азаматтарды, көбінесе өзбектер, таджиктер, бірен саран қазақтар да ұсталды. Қырғыздар. Сонда жаңағы наркотик лақтырады ма, әлде тағы бір басқа сылтау тауып, жаңағы түрмеге отырғызады, сонда түрмеге оларға қоятын ультиматум бір. Или 10 жылдай кетесің қазір, шат алып. Екінші вариант қазір қағазға қол қоясың да Украинаға кетесің. Соғысқа. Саған еще ақша төленеді сол үшін. Әрине олар екінші несін таңдайды да кетеді сол соғысқа. Ол екінші себеп, жаңағы ақша. Ақша табу үшін. Ал енді тағы бір айта кететін жағдай, біздің елде, Қазақстанда, мен оны нақты білем, общественное объединение «Русский дом» деген бар. Ол, білмеймін, Астанада бар ма жоқ па, бірақ мына Ақтөбе, Орал, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Қарағандыда сондай ұйым бар. Общественное объединение «Русский дом» Уральск, общественное объединение «Русский дом» Қарағанда деген сондай нелер бар. Сол ұйым жаңағыдай, ол Ресей пропагандасын насихат жүргізетін бір органы. Мысалы, осы жазда бір Фейсбукта да, Инстаграмда жаздым, ашуланып. Оралдың бірнеше журналистерін жинап, «Русский дом» Ресейге бір семинарға апарды. Сонда семинар, журналистерге арналған семинар, тақырыбы «Как профессионально и честно освещать ход специальной военной операции». Сонда біздің барған әріптестеріміз Оралдан ұялмай соны жазып жүрді. Вот, я сейчас нахожусь в России, у нас здесь такой семинар проходит полезный и так далее и тому подобное. Сонда ол журналистер ертең біздің елге қайтып келгенде семинардан кейін
олар қандай не саясат жүргізеді? мына жерде анықтайыншы, ол барған журналистер орыс ұлтынан журналистер ме, жоқ әлде қазақ ұлтынан журналистер ме? Орыс ұлтының журналистер. Олардың енді көбінесе сондай орыс журналистер жинайды ұлтынан. Біздерде сондай журналистер бар, өкінішке орай. Мысалы, мына 22 жылы соғыс басталғанда, сонда мен де Фейсбукқа жариялап қойдым сондай ақпаратты. Бізде Батыс Қазақстанда чат болды. Батыс Қазақстан облысының тілшілері. Бүкіл журналистер енді кішкентай аймақ болғасын бір-біріміз танимыз ғой бәріміз. Көп емес. Сонда сол чатта жаңағы кейбір әріптестеріміз қуана сондай посттар жазды. Сейчас возьмем Киев за 3 дня, сейчас наши победят, сейчас там фашистам украинским дадут по шее. Наши деп сөйлей ме? Наши сонда. Сонда мен жаздым, кешіріңіз, аттарын атап, я говорю, извините, говорю, а наши это кто? А ваши это кто такие ваши, наши? Вы объясните нам. Ну как, Лукпан, ты не понимаешь? Наши же вот, которые... Наши пацаны, я говорю, наши, говорю, казахстанские солдаты? Ну нет, ну наши, российские. Я говорю, а у вас, говорю, для сравнения, паспорт какой? Российский или казахстанский? Что-то я не понял. И содан басталды, қайшу, сол бірінші сондай ұрыс басталды сол кезде чатта. Вот, Лукпан, ты нацист, ты, значит, поддерживаешь украинцев. Я говорю, да, я поддерживаю украинцев, потому что, говорю, мне не нравится эта война. Содан кейін сол олардың жазған посттарын жаңағы бәрін теріп жинап, мен Фейсбукқа шығардым. Біздің арамызда мынандай журналистер бар, журналистердің арасында газеттердің бас редакторлары бар, Ресейдің соғысын қолдайтын, жаңағы қуанып жаңағы қарсылаған соғысты. Ертең, Құдай сақтасын, бізге сондай қауіп төнсе, мына кісілер кім болады сонда? Не получится так, что завтра они будут составлять списки для ФСБ, кто поддерживал Россию, кто не поддерживал. Деп солай жазып едім. Сонда жаңағы олар маған прокуратураға өзінің арыздарын жазды, бірақ прокуратура қараған жоқ, айтты, ол жаңағы гражданские правовые отношения барып соттасыңыз деп. Сотқа барып еді, бірақ сотқа олардың арыздарын қабылдағанда айтқан, вы здесь заявляете моральдық ущерб деп жазып қойдыңыз ғой, 10 миллион теңге. Сол 10 миллион теңгені жаңағы заң бойынша 1% ба, 5% ба төлеу керексіз. Сол ақшалар жетпей қалды ма, короче, сотқа бермей қалды олар. Но сондай жағдай болды. Сондықтан айтып тұрмын ғой, қазіргі мына Ресейдің ықпалын алсақ, ол бізде неге соншама талтаңдап жүр жаңағы Ресей пропагандисттері. Өйткені оны тәуір көзбен қабылдайтын кісілер көп. Ол жаңағы кезіндегі Кеңес одағы құрып кеткен Кеңес одағының жаңағы өкілдері, соны сағынып атқан кісілері бар. Өйткені Путин идеологиясының бір несі жағы, ол жаңағы Советский Союз жақсы болды, ол Советский Союз это хорошо, нужно восстановить Советский Союз деген әңгімесі бар. Екінші жағынан біздің елде, оны көп баяғыдан айтып жүрмін, неге қай себеппен орыс ұлтымыз, мында тұрып атқан орыстарымыз неге жартысынан көп соғысты қолдайды, неге жартысынан көп жаңағы Путинді қолдайды. Өйткені 30 жыл бойы біздің Қазақстандағы ұлттық идеологиямыз, мемлекеттік идеологиямыз мынандай болды ғой. Қазақтарға билік бір сөз айтты, орыстарға айтқан сөз бөлек болды. 30 жыл бойы Назарбаев билікке келгенде, сонда ол орыстарға айтып атқан биліктің айтып атқан сөз мынандай болды ғой орыстарға. Мы дадим ваш телевизор, мы сохраним ваши русские школы, мы сохраним вашу русскую культуру, пусть в каждом городе будет русский драматический театр и так далее и тому подобное. Будьте говорить на своем языке, мы заставим весь государственный аппарат вам дублировать информацию на русском языке, но с одним условием, чтобы вас на площади не было, чтобы в протестах русские не участвовали. Сондай месседж болды. Енді 30 жылдың ішінде сіз қарасаңыз, бізде наразылық болған көптеген протесттердің ішінде 99% қазақтар, қаңтарды алсақ, көбінесе ол қазақша сөйлеген кісілер ғой енді, көшелерге шыққан. Жаңаөзендегі кезінде протест, қан төгілісі, ол қазақ тілінде болған протест. Бірең-саран орыстар бар, а көптеген орыстар жаңағы, это не мое дело. Ол аз ұлттарда сондай болатын сияқты ғой, өзі ол. Это табиғи нәрсе емес па ол? Ол табиғи нәрсе емес, өйткені
30 жылдың ішінде тек қана біздің идеологиямыздағы жаңағы биліктен естіп сөзіміз, ол бірде-бір рет айтқан жоқ қой. Грузины Казахстана, армяне Казахстан. Бірде-бір рет сондай сөз болған жоқ. Тек қана русскоговорящие граждане Казахстана. Орысша сөйлейтіндер азаматтарымыз. Орыс азаматтарымыз деген сондай месседж болды. Сондықтан, әрине, Қазақстанда тұратын орыстардың көбі, олар сол месседж естіп, қабылдады. Олар сонымен қатар тек қана өзінің теледидарын қарады сол 30 жыл бойы. Мына соғыс басталғанда бір көршім орыс кісі, жаңағы жас жігіт, менен жастау кішкене. Сонымен әңгіме шыққанда сол жаңағы айтып отыр: Лопан, ты что, не слышал? Мишустин там то сказал, Лавров то сказал и так далее и тому подобное. Что мне сразу, а Мишустин это кто? Ну, премьер-министр же, говорит. Я говорю, а Лавров это кто? Министр иностранных дел, Лопан. Так, парни, Набиуллин деда. Я говорю, Набиуллин кто? Это же глава Нацбанка, главный российского банка. Говорю, а ты можешь сказать, кто у нас премьер-министр, кто министр иностранных дел, кто министр обороны или глава Нацбанка? По фамилии точно так же называть. Я не знаю. Я говорю, ну как так получилось? Ты живешь в Казахстане, ты гражданин Казахстана, тебе 38 лет, но ты знаешь всех российских политиков и не знаешь ни одного казахстанского политика. Сондықтан айтып тұрмын ғой, біздің мемлекеттегі жаңағы идеология, ол соның нәтижесі. Орыс ұлтының тең жартысы, жаңағы азаматтар, мына елді, Қазақстанды, менің отаным, менің елім деген сана сезімі жоқ оларда. Ойы жоқ. Олардың ойы, мен уақытша мында тұрып жатырмын, ақша тауып жатырмын, Құдайға шүкір, жұмысым бар, жағдайым бар, үйім бар, бірақ менің отаным Ресей. Сондай оймен тұрып жатқан кісілер көп мында, өкінішке орай. А ол Россиядан кейін, қазіргі жағдай соғыстан кейін өзгерді деп ойламайсыз ба? Біздің орыстар мен Ресейдің орыстары деген екі не пайда болды ғой? Екі топ пайда болды ғой. Бұл қаншалықты дұрыс? Біздің орыстар шында да біздің орыстар ма? Олар сезіне бастады ма өзі? Біз шында да Қазақстандық екенбіз дегенде. Қазір, қалада, мысалы, Астананы алсақ та, басқа қалаларды алсақ та, бір интернетті алсақ та, бір тенденцияға қалыптасқан сияқты сондай бір тенденция бар ағыс. Мысалы, қазір интернетте, әлеуметтік желілерде ең популярный блогерлердің ішінде жаңағы Ложников Алексей, қазақша сөйлейтін орыс бала. Тағы да бірнеше сондай блогерлер бар, ұлттары орыс, қазақша сөйлейтін, парламентте отырған депутаттардың ішінде сондай депутаттар бірен-саран бар. Сондай тенденция бар сияқты. Байқап жатырмыз қазір Астананың өзінде де көшелермен келе жатып жатқанда жиі кездесетін жаңағы вывеска курсы казахского языка, центр казахского языка, қазақ тілі орталығы деген сондай нелер көп екен. Біреуіне мен де жазылдым айтқандай. Сонда барғанда байқағаным көбінесе жаңағы орыстар, басқа ұлт кісілер жаңағы қазақ тілін оқимыз дегенде. Бірақ сонда кісілермен танысқанда біреуде жаңағы мұнда Қазақстанда тұратын орыстардың біреуде жоқ. Ол кезінде Ресейден қашып келген орыстар. Мына елдің тілін оқиықшы дейді. Сол жаңағы бір компанияға мен барғанда, мен соны айтып жатырмын. Әрине ол мүмкін мен шатасып жатқан бұлар, мүмкін басқа қазақ тілін оқып жатқан фирмаларда басқаша мүмкін кісілер келе жатқан бұлар, мүмкін біздің де орыстарды оқып жатқан бұлар. Бірақ айтып тұрмын ғой, мен көргенім көбінесе Ресейден қашып келген кісілер жаңағы қазақ тілін оқимыз, сондай кішкене тырысып жатқандары. Бірақ ол онда да сіңісіп кету үшін ғана ғой, уақытша. Бірақ қазіргі жағдайда, Украинада соғыс басталғаннан бері бір кардинальный бір өзгеріс болды деп, оған енді тілім бара алмайды, оны айта алмаймын мен. Кардинальный бір сапалы бір өзгеріс болды деп, орыс тілді азаматтардың ішінде, Қазақстанның азаматтардың ішінде. Интернетті ашып қарасақ, көбінесе жаңағы ұлтараздық тоздыратын сөздерді көбінесе олардан естиміз, біздің орыстардан.
наши предки вам здесь все построили, вам все здесь создали, к цивилизации вас приучили деген сөздерді сондай кісілер жазады. Сондықтан бір өзгеріс болды деп оны айта алмаймын. Тенденция бар, азым-шоу, но бірақ. Ал қазақтар өзіміз тілге деген. Қазақтардың ішінде өзгеріс бар. Өткені Украинадағы болған соғысты көріп интернеттен, қазіргі соғыс енді онлайн режимде өтіп жатқан соғыс қой енді. Интернет қосып қалса, пожалуйста, қазір көресің не болып жатқан. Сонда қазақтар жаңағы Украинада қандай соғыс, қандай жаңағы ұлт араздық туғызды. Қазір Украинада уже тұрғындары орысша сөйлемейміз, принцип ретінде сөйлемейміз, тек қана украин тілінде сөйлейміз дегенде. Сонда мен ойлаймын, қазақтар көбінесе ойлаған болар, біз не істеп жатырмыз? Ертең бөріне, Құдай сақтасын, бір сондай жағдай қауіпті төндіретін жағдай болып жатса, біз сонда өз тілімізді білмейтіндер қазақтар боламыз ба дегендей. Сондықтан қазақтар, мен сияқты шала қазақтар көріп тұрмын, көбі жаңағы өз тілімді, ана тілімді оқимын, білу керек, оқу керек дегенде сондай ұмтылып жатыр енді.